Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нанды қадірлейік деп аталады. Балалар, сіздер осы сабақта мәтінді түсініп оқып, мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеретін боласыздар. Қателерді түзететін боласыздар. Алдымен сілтеме арқылы сіздер мына бір тақпақты тыңдап алыңыздар. Өте тамаша берілген тақпақ бар нан туралы. Сосын бәріміз бірге оқулығымызды ашып, менімен бірге мәтінді түсініп оқиық. Балалар, менімен бірге мәтінді дауыстап оқыңыздар. Нан еңбекпен табылады. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Одан егін өніп шығады. Оны жаз бойы күтіп баптайды. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң мәшинемен қабылдау орнына жеткізеді. Бидайдан ұн тартады. Оннан неше түрлі нан пісіреді. Мұның бәрі адамдардың еңбегі. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Сонымен диқандар көктемде не істейді екен? Астықты қалай жинайды екен? Неліктен нанды қадірлеу керекпіз? Өте жақсы балалар, мәтінді тыңдап, оқып, сұрақтарға жауап беріп, мазмұнын түсініп отырған болсақ, келесі тапсырмаға өтейік. Сіздер мына бір сілтеме арқылы әнді айтып көріңіздер. Көңіл күйлеріңізді көтеріп алыңыздар. Сосын дәптерді ашып, я әрпін еске түсіреміз. Қалай жазушы едік? Біздің есімізде ме я әрпін жазу? Сіздер я әрпін әліппе кезеңінде оқып жазып танысқансыздар. Я алдымен астыңғы аяғынан бастайсыздар. Жоғары қарай барып, дөңгелетіп әкеліп, қайтадан жоғары қарай астына түсесіздер. Көркем жазып болған соң я әрпін. Екінші жаттығуға назар аударыңыздар. Екінші жаттығуда сөздердің орны ауысып тұр. Сіздер сол сөздерді орнына қойып, сөйлем құрастырып жазасыздар. Қараңыздар, бірінші сөйлемді қараңыздар. Еңбекпен нан табылады дейді. Қалай жазсақ дұрыс болады? Сөздердің орны ауысып жатыр. Табылады нан еңбекпен десек сөйлем бола ма? Еңбекпен нан табылады десек сөйлем болып тұр ма? Сөйлем толық мағыналы болу үшін нан деген сөзден бастау керек. Нан еңбекпен табылады. Енді қараңыздар, оны сондықтан қадірлеуіміз керек. Бірінші сондықтан деген сөзді жазып көрейік. Сондықтан оны қадірлеуіміз керек. Балалар, сөздерді орнына қойып, мына екі сөйлемді құрастырып, сіздер болсаңыздар, менің жазғаныммен тексеріп алыңыздар. Сосын әр сөйлемде неше сөз бар екенін айтып көріңіздер, санап көріңіздер. Сөйлемдердің бірінші сөзі қандай әріптен басталып жазылып тұр? Кіші әріппен бе, жоқ, бас әріппен жазылып тұр ма? Біліп отырсыздар ғой, солай ма? Өте жақсы. Енді мұқият мына бір бейне жазба арқылы, бұл бейне жазбаны мұғалімдеріңізден немесе менен ала аласыздар. Осы бейне жазбада сіздерге сөйлем туралы толық мәлімет беріледі. Мынау нүкте, мынау леп белгісі, мынау сұрақ белгісі, бұл сөйлемнің тыныс белгілері. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Міне мысал, балалар мектепке келді. Көріңіздер ме, мына сөйлем үш сөзден құралып тұр. Сөйлемдегі сөздер бөлек-бөлек жазылып тұр. Сөйлемнің соңында нүкте тұр. Өйткені бұл сөйлем балалардың мектепке келгенін хабарлап тұр, хабарлы сөйлем. Сондықтан нүкте тұр. Ал егер балалар мектепке келді ме деп сұрайтын болсақ, онда мына сұрақ белгісін қоятын едік. Жауап алу мақсатында айтылса, ол сөйлем сұраулы сөйлем болады. Алақай балалар мектепке келді деп көңіл күймен айтатын болсақ, онда леп белгісін қоямыз соңына. Балалар сөйлемнің сөздерден құралып, және сөйлемнің үш түрі болатынын біліп алсақ, келесі тапсырмаға өтеміз. Мен сіздерге көмектесейін. Сіздер ең соңғы тапсырманы өздеріңіз орындаңыздар, жақсы ма? Дәнді дақыл дейді. Демек, бұл 4 сөзден тұратын қандай дәнді дақыл? Өте жақсы, ол тары, жер жыртатын құралды не деп айтатын білесіз бе?
жер жыртатын құралды соқа дейді. Ал астық кептіретін орынды қырман дейді. Ауылдағы балалар біледі, қаладағы балалар біле қоймайтын шығар. Астық оратын мәшинені жаңа біз мәтінде оқып біліп алдық. Ол комбайн. Нан пісіретін адамды наубайшы дейді. Осы сөз жұмбақ толтырып болсақ, мына қараңыздар, тоқаш деген сөз шықты. Енді сол тоқаш деген сөзге бір сөйлем құрастырып, соңына тиісті тыныс белгіні қойып, мұғалімдеріңізге жолдаңыздар. Сонымен біз осы сабақта не білдік? Мәтінді түсініп оқыдық. Мұғалімнің қолдауымен сөз сөйлем мәтінді тексеріп қатені түзеттік. Солай ма? Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзина Жақсылық.